Сәлеметсіздер ме, YouTube көрермендері? Менің есімім Қуат Көбенов, мен интернет-маркетологпын. Бүгін осы видеода таргетті жарнама туралы сөз қозғаймыз. Жалпы таргетті жарнама дегеніміз не? Таргетті жарнама дегеніміз ол аты айтып тұрғандай ағылшын сөзінен алғанда таргет, яғни нысана болып табылады. Нысана дегеніміз сіз интернетте отырасыз, яғни интернетте отырған адам, яғни Инстаграмда отырасыз. Инстаграмда сіз лентаны ақтарып отырсаңыз, сізге жарнама көрінеді. Яғни мынадай жарнама көрінеді. Ал Инстаграм деп есептейік, осыны Инстаграм яғни посты деп есептейік. Төбесінде мына жерде реклама деп сізге көрінеді. Яғни мына жерде өзінің тауарын, яғни өзінің тауарын, яғни жарнамалайды. Тауар болсын, қызмет болсын, тағы да басқа, яғни курсқа шақырады, мастер-классқа шақырады, соны барлығын сізге көрсетіліп жатырған, яғни таргет жарнама. Таргет жарнаманың неше түрлісі бар. Оның ішінде, яғни біреуі лентада көрінеді, яғни лента дегеніміз жаңа сіз айтып отырғандай лента, сосын стористе бар, яғни Инстаграмда стористе бар. Осы жақында Фейсбуктан да, яғни стористен жарнама шықты. Қазіргі ВКонтактеде бар стористе жарнама, және де оның ішінде Фейсбуктың ішінде, яғни боковой реклама. Егер сіз яғни ВКонтакте немесе Фейсбук желісіне көрсеңіз, мысалы ВКонтактеде қателеспесем, сол жағында, яғни мына жерде сізде не тұрады, общий интерфейс, сіздің өзіңіздің, яғни ВКонтактеде отырған, сол жерде, мына жерде сообщение, музыка, осылай видео, осылай тұрса, астында сізде егерде адблок дейтін плагин орнатылмаған болса, сізге яғни осы жерден таргет жарнама көрінеді. Боковая реклама дейді, енді орысша айтқанда. Фейсбукта дәл осылай, яғни ол бірақ оң жағынан көрінеді. Яғни Фейсбуктың ішін қарасаңыздар, ішінде оң жағында, яғни таргет жарнама сізге көрінеді. Сосын тағы да таргетті жарнаманың қолданылатын мақсаты көбінесе әрине ол жерде табыс табу. Немесе өзінің кәсібін екі есеге, яғни өсіру, яғни сатылым әкелу. Көп адамдар сұрақ қояды, Қуат, сен таргетті жарнама жайлы курс өткізесің ба, немесе вебинарлар, онда әрине болады, алдағы уақытта вебинар, курс осы таргет жарнама жайлы. Осыдан 3-4 күн бұрын таргетті, яғни WhatsApp-тан таргетті жарнама шығайын деп жатыр деген осы бета-тесттен маған біреу жіберген. Яғни ол өзінің WhatsApp-та сторис, яғни WhatsApp-та сіздер күнделікті сторис көресіздер. История дейді. Историяны көрсеңіздер, яғни мына жерде домалақ болып, осы жерден реклама шығатынын маған көрсетті. Яғни ол Android, қателеспесем, осы Android платформаларында, яғни Android, Samsung, Nexus дейтін ұялы телефондардың несінен көрініп тұр екен. iOS-тан қашан шығатыны туралы айтпады. Осы секілді таргетті жарнама ең Қазақстанда өте арзан жарнамалардың бірі болып табылады. Неге десеңіздер, өйткені көп, яғни трафиктің өзі арзан, яғни көп адамдар, кәсіпкерлер осы таргетті жарнама, интернет жарнамаға мүлдем скептикалық көзқараспен қарайды. Не үшін? Өйткені интернетті ойлайды, интернетте адам, интернеттегі жарнама өте жаңағы салғырт, енді орысша айтқанда несерьезный деп қабылдайды интернеттегі жарнаманы. Дәл қазір сіздер осы тұрғанда, сіздер егерде таргетті жарнаманы өздеріңіздің кәсіптеріңізге, өздеріңіздің қызметтеріңізге, немесе өздеріңізде кәсіп бастағыларыңыз келсе, осы таргетті жарнамадан тестілеп, өздеріңіздің, яғни алғашқы клиенттеріңізді осы жерден тапсаңыздар болады. Таргетті жарнама кімдерге қажет? Таргетті жарнама әрине тауар сатушыларға, яғни тауарны бизнестен, мысалы, ең бастысы осы тауарны бизнестен сізге өте арзан клиент келеді. Яғни неге? Өйткені тауарны бизнесте сіздер өзіңіздің, яғни нелеріңізді, клиенттеріңізді осы жерден ыстық клиент әкелуіңізге болады. Әрине таргетті жарнама беріп, сосын
өздеріңіз сайтқа өткізіп, сайттан кейін ішінде яғни заявка қалдыртып, одан кейін сіз өзіңіз сөйлесесіз, дәл солай сол іс-қимылды қайталасаңыз, осы тауарды өткізетін тәсілдердің бірі. Қызмет, көп қызмет, яғни қызметтерді мен білем, қызмет, яғни осы таргетті жарнама арқылы мен өзімде клиенттерім бар. Таргетті жарнама арқылы өзінің, яғни кәсібін дөңгелетіп отырған адамдарды да білем. Таргетті жарнаманың айтады соңғы уақытта өте арзан болып келе жатыр. Неге? Өйткені таргетті жарнамада біздің Қазақстанда енді конкуренция өте төмен. Өте төмен конкуренцияда басына таргет жарнаманы дұрыс бермейді, сосын ол рыноктан кетеді, орнына біреу келеді. Солай азайып осылай арзандап келе жатыр. Бірақ егер де сіз таргетті жарнаманы дұрыс жасай біле білсеңіз, сізге ол үлкен, яғни табыс әкелетініне сенімдімін. Қызметтен кейін, яғни сетевой, мен айтқым келмейді. Сетевой маркетинг, яғни сетевой маркетингпен айналысатындарға да өте үлкен, яғни құрал. Бұл жақтан сіздер Oriflame, 24 Diamonds дейтін адамдар келеді маған. Осы кісілерге де осы таргетті жарнаманы қолдануға өте ыңғайлы. Тағы да басқа да бизнес түрлері, яғни көптеген мен айта кетейін тағы да. Әсіресе осы инфобизнесте жүрген кісілерге осы таргет жарнама өте мықты құрал. Не үшін? Өйткені инфобизнесте Инстаграмда мысалға отырады, инфобизнес дегеніміз, яғни курс, яғни білімді сату бизнесмендеріне арналған өте үлкен, яғни құрал. Осы жерден де сіздердің өздеріңіз клиенттеріңізді 100% табады деген сенімдемін. Кейбір бизнестерде бар, яғни кейбір кәсіптерде бар, осы таргетті жарнама арқылы клиент таба алмайды. Мысалы, қандай десек, логистика дегеніміз көрдім, мен жарнамаларын көрдім, логистикалық компаниялардың, яғни оларда үлкен бюджетпен келеді, маған клиент керек, не керек, ол таргет жарнамадан сізге жүрмейді. Не үшін? Өйткені көбінесе Инстаграмға демалу үшін келеді. Адам өзінің демалатын орны келеді. Және де ол жерде средний, яғни чек бар. Көбінесе сіз 5000 теңгеден бастап тауарды, 5000 теңгеден бастап 25000 теңгеге дейін тауарды осы Инстаграм таргетті жарнамасы арқылы өткізулеріңізге болады. Одан әрі чек өте қиын болып кетеді. Өйткені неге? Себебі аудиториясы да көбінесе ол жерде әйел адамдар отырады. Әйел адамдар 70% шамамен, қателеспесем 30% ер адамдар. Және де басқа да осындай трафик түрлері бар, бірақ ең үлкені Қазақстанда дәл қазіргі уақытта ол Инстаграм бірінші орында, екінші орында ВКонтакте, үшінші орында Facebook. Яғни осы үш жарнама алаңында сіз өзіңіздің клиенттеріңізді табады деген сенімдемін. Осымен таргетті жарнама сабағы видеосы бітті. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, және де подписка, яғни подписаться кнопкасын бассаңыздар, менің каналыма жазылсаңыздар, жаңалықтардан құр қалмайсыздар. Сау болыңыздар.